Жазда әдеттегідей тамақтан уланатындар көбейе түседі. Себебі ыстық күні тағам тез бұзылады. Ауа райы температурасы 25 градустан асса, тамақтың ішіндегі бактериялар 20 минут сайын 2 есе өседі. Бұл мәселе бойынша өңірде қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Жыл басынан бері республика бойынша жедел ішек инфекциясының 5892 жағдайы тіркелсе, оның 72%-ын 14 жасқа дейінгі балалар құрайды. Ал Жамбыл облысында 156 жағдай анықталып, оның 277-сі, немесе 78%-ы балалар арасында тіркелген. Мамандардың талдауынша сырқаттану жағдайларының 78%-дан астамы жеке бас гигиенасын сақтамау және үй жағдайында дайындалған тағамдарды тұтынумен байланысты. Тағамнан улану дегеніміз бұл табиғаты микробты және микробсыз болып бөлінетін, ластанған тағамды қолдану арқылы пайда болатын, қарым-қатынас арқылы жұқпайтын ауру. Алтайда бізде 356 жағдай тіркелді осы жіті ішек инфекциясымен, және оның 14 жасқа дейін балалар саны 277, бұл 78%-ды құрайды. Биылғы Алтайда облыста тағамнан улану мен жедел ішек инфекциясының бір топтық өршуі тіркелді. Меркі ауданының Меркі ауылындағы қоғамдық тамақтану нысанында болған оқиғадан 21 адам зардап шекті. Зерттеу қорытындысы бойынша оларға стафилококкты энтерит диагнозы қойылған. Бізде осы жылдың басында бір жағдай тіркелді. Бұл Меркі ауданында демалыс орталығымен байланысты қоғамдық тамақтану асханасымен, осы демалыс орталықтың асханасымен бұл жерде бір жағдай 21 адам зардап шекті. Оның ішінде 14 жасқа дейін балалар саны бұл 13. Мамандардың айтуынша жаз айларында көкөніс, жеміс-жидек пен көкшөптер көбіне термиялық өңдеусіз тұтынылады. Сонымен қатар тез бұзылатын азық-түліктердің бейберекет сауда орындарында сатылуы да қауіп-қатерді арттырады. Сондықтан тұрғындарға азық-түлікті тек рұқсат етілген орындардан сатып алып, сақтау мерзімі мен жеке бас гигиенасына ерекше мән беру ұсынылды. Бекзат Әшірбай, аңсар тілеп берген Айдос Құстобек, Қордай 24 Ньюс.